Сәлеметсіздер ме достар? Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсем, және де бүгінгі санымызда сіздермен осындай керемет түрі, түсі, дәмі барлығы керемет болып шығатын керемет жемістен, яғни айва жемісінен тосап жасайтын боламыз. Дәмі достар, айтып жеткізу мүмкін емес. Шайды тек іше бергің келеді. Енді достар, бұл жемістің пайдасын айтатын болсақ, көптеген адамдар тек қана дәмі үшін емес, бұл айтатын болсақ, адам денсаулығына тигізетін пайдасы өте орасан зор. Айтарлықтай антиоксиданттарға бай, дәрумендерге бай, салқын кезде балаларымыздың тамағы ауырғанда бұл жемістің суы, сорпасы нағыз таптыртпайтын емдік дәрумен болып табылады екен. Сондықтан достар, рецепт міндетті түрде сақтап, менімен бірге дайындауға кеңес беремін. Олай болса достар, дайындауға кірісеміз. Бізге алдыменен 3 килограмм айва қажет. Оның сыртын жақсылап тұрып жуамыз. Жуып, ортасын бөліп, қолдарыңызды абайлаңыздар. Бұл жеміс түрі кішкене қаттылау болып келеді, бірақ дәмі сыртына қарамастан дәмі керемет болады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай екіге бөлеміз. Оны және де тағы да екі бөлікке бөлеміз. Ішіндегі дәндерін, артық заттарын тазалап алып тастаймыз. Осылайша барлық айваларымызды тазалап шығамыз. Айтқандай достар, бұл жемістің дәндерін лақтырмай, жаңағыдай балаларыңызға суға қайнатып берсеңіздер, керемет жөтелді басатын нағыз шәрбат болып шығады. Бұны жалғыз біздер емес, көптеген елде пайдаланады екен. Көріп тұрғандарыңыздай достар, біз міне айвамызды тазалап алдық. Енді тазаланған айваларымызды алып, уақтап, әркімнің өзінің қалауынша бөліктерге бөлетін болады. Мен осындай уақ төртбұрышты бөліктерге бөлдім. Көріп тұрғандарыңыздай екіге бөліп, оны төртбұрышты бөліктерге бөліп шықтым. Дәл осылай бүткіл айвамды уақтап турап шығатын боламын. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай туралған айваларын ыдыстарыма салып, бүткіл айваларды осылай турап шығамын. 3 килограмм айвамыз дайын болды. Оған біздер 3 килограмм бірде бір етіп қант салатын боламыз. Одан кейін 200 грамм грек жаңғағын суға жібітіп салып қоятын боламыз. Одан кейін қазанымызға 3 литр суымызды құйып, жақсылап тұрып бір қайнатып аламыз. Қайнаған суымыздың үстіне жаңағы 3 килограмм қантымызды салып, бір жақсылап тұрып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін осы суымызды әбден шәрбатқа айналғанша жарты сағаттың ішінде қайнататын боламыз. Міне достар, біздің шәрбатымыз дайын болды. Яғни сиропымыз ішіне ендігі туралған айваларымызды
жақсылап тұрып былғап жайғастырып салатын боламыз. Осы айваларымыз бір бұрқылдап қайнап болғаннан кейін асын орташа етіп, азайтып, ары қарай 2 сағаттай қайнататын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай бізде бір қайнады. Осылай батырып, қатты бұлғамай, батырып қойсаңыздар болады. Және де ары қарай асын орташа етіп қойып, қақпағын ары қарай жауып, 2 сағаттай қайнататын боламыз. Достар, бізде 1 сағаттай тосабымыз қайнады. 1 сағаттың ішінде көріп тұрғандарыңыздай өзінің түрін өзгерте бастады. Әлі де 1 сағаттай қайнауы кемдеу. Тосабымыз қайнаймыз дегенше біз жаңғақтарымызды суымыздан шығарып, құрғатып, қалауымызша бөліктерге бөліп аламыз. Мен осындай етіп 4 бөлікке бөлуді ұйғардым. Достар, бізде 2 сағат өтті, тосабымыз дайын болды. Ендігі асын азайтып, дайын болған тосабымыздың үстіне жаңағы туралған грек жаңғағымызды салып, 10 минуттай тағы да баяу отта қайнатып аламыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз, баяу отта 10 минуттай қайнатып аламыз. Міне достар, біздің тосабымыз дайын болды. Өзінің керемет күйіне енді, қоюланды. Яғни айтқанда, менде осындай ыдыстарға толып шықты. Дәмін айтып жеткізу мүмкін емес. Достар, міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Рецептін сақтап, отбасыңызды бір қуантыңыздар. Бұл тосап түрімен айтқандай, тек қана дәмімен ғана емес, және де емдік қасиетімен өте танымал жемісіміз айва жемісінен керемет осындай тосап дайындап көріңіздер. Ал мен сіздермен қоштасамын. Маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Сіздермен бірге болған әсем. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.